Атамбаев 175 жылға толып отыр. Жақсы. Отыра ғой. Қажымұқан ауылының балалары жаңа мектеп табалдырығын аттағалы тұр. Оқушылар үшін бұл үлкен қуаныш. Су жаңа парталар, компьютерлер, кең кітапхана. Қазір мұнда кезекші сынып оқушылар үшін сабақтар өткізілуде. Қалғандары карантиннің аяқталуын күтуде. Біз 300 орындық жаңа ғимаратқа көштік. Бұрын тек 9-шы сыныпқа дейінгілер оқыса, енді 11-ші сыныпқа дейінгілер қамтылып отыр. Карантин аяқталғаннан кейін біз тағы 580 оқушыны қабылдаймыз. Бұрын ауыл оқушылары 100 орындыққа арналған бір қабатты ескі ғимаратта қысылысып оқуға мәжбүр болды. 300-де оқушылар саны 4 есеге көп болған. Осылайша балаларға 3 ауысымда оқуға тура келді. Балалар үйлеріне мектепте өте кеш қайтатын. Толық оқу үшін жағдай болған жоқ. Мұнда үлкен спорт зал мен асхана бар. Сыныптар өте кең және барлығы қажетті заманауи жабдықтармен жабдықталған. Менің 2 балам осында оқиды. Ақмола облысында білім беру нысандары белсенді салынуда. Жыл соңына дейін Целиноград ауданында тағы 2 жаңа мектеп іске қосылады. Бұл облыстың 6 оқу орнында 3 ауысым мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Келесі жылы Қосшы, Өтеміс және Жібек жолы ауылдарында 2000 орындыққа арналған тағы 4 мектеп пайдалануға беріледі. В каждом сельском округе Әр ауылдық округте бір жаңа мектеп бар. Талапкерде 900 орындық, ал мұнда 300 орынға шақталған. Мұғалімдер құрамы 100%-ға жасақталған. Мұнда мұғалімдер үшін барлық жағдай жасалған. Ауылдық жерлерде қосымша ақылар бар. Сондықтан педагогикалық кадрлармен бізде проблемалар жоқ. Қазақстандағы 7400 мектептің 70% ауылдарда орналасқан. Оның 120-сы 3 ауысымда жұмыс істейді. Қазір елімізде мектеп салу бойынша жекелеген мемлекеттік бағдарламалар жоқ. Оларды қайда салу керектігін жергілікті атқарушы органдар анықтайды. Апатты және тығыздығы жоғары мектептер бар аудандар басымдыққа ие. 600-900 орындық мектеп құрылысы үшін жергілікті бюджеттен, ал 1200 орындық республикалық бюджеттен қаражат бөлінеді. Бірінші кезекте білім және ғылым министрлігі 3 ауысымда оқу орындарының жүктемесін азайтуға тырысады. Жыл соңына дейін елімізде 77 жаңа мектеп пайдалануға беріледі.